Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Менің есімім Халықов Жалғас, инженер-маркетолог каналы. Сіздерге қош келдіңіздер дейміз. Бүгін өте керемет тақырып. Бүгін мен сіздермен база, аудитория, жарнама, рассылка деген тақырыпта сөз қозғайтын боламын. Ендеше қараңыздар, негізгі маркетингтің құралы қандай? Оның ең жақсы құралы ол точный аудиторияға, дәл аудиторияға түсу. Енді қараңыздар, сіздің аудиторияңыз кімдер? Сол аудиторияны бірінші тауып алу керекпіз. Оны қалай табамыз? Инстаграмнан таргетинг жібереміз, Гуглдан тағы да таргетинг жібереміз. Сондай жарнаманың түрлері бар, бірақ та сіздерге база дайын тұрса, немесе сіздің қажетті аудиторияңыз дайын тұрса, неге соны қолданбасқа? Ол өте керемет құралдың бірі. Мысалға, мен жарнамамен айналсам, менің клиенттерім, яғни бизнесмендер, мен оларға жарнама жасап беремін. Мен аламда кімде кәсіп бар, солардың базасын жинаймын, телефон номерлерін, соларға рассылка жасаймын. Менің есімім Жалғас, мен осындай жарнамалар жасаймын, менің бағам осындай, сіздерге осындай гарантия бере аламын, осындай деп қызықтырып жарнама жасаймын да, текстін. И рассылкамен бірден жібере саламын барлығына. Оған жеке жіберіп те отырмаймын. Содан маған келеді кері ответ, яғни кері жауап, кері байланыс келетін болады. Соның арқасында мен өзімді танытамын, және де өзіме клиент аламын, және табысқа кенелемін десек те болады. Енді қараңыздар, сіздерге керемет міндетті бір мүмкіндік бар. Ол үшін көп ойланудың қажеті жоқ. Сіздерге керемет бір сайтты тауып қойдым. Қараңыздар, мына жерде жазылып тұр: db.centras.kz. Бұл сайт арқылы сіздер не істей аласыздар? Бұл сайт арқылы сіздер өзімізге белгілі күнделікті телефонымызда қолданылатын 2GIS, яғни 2GIS, 2GIS деп аталатын сайттағы, приложениедағы номерлерді, базаны жинай аламыз. Мына жерге кіретін болсақ, бізге бірден осындай үлкен бет ашылады. Соның ішінен біздер өзімізге қажетті мемлекетті, одан кейін бір категорияны, соның ішінен тағы да бөлек категорияны, нақты аудиторияны таңдаймыз да, соны ақшасын төлеп өзімізге скачать етіп аламыз. Ақшасын төлеп дегенге қатты шошымай-ақ қойыңыздар, өйткені бұл жерде барлығы өте арзан екен. Мысалға, мен Қазақстанға жарнама жасаймын. Қазақстан ішінде қалаларды таңдаймын. Әрине бұл жерде өте көп емес. Сонда да біраз қалалар бар. Маған керегі Алматы. Алматыны таңдадым. Одан кейінгі келесі қандай категорияны таңдау керек? Мен бұл жерден жарнама жасағым келеді, және де жарнама дегенді басып, оның ішінен под категория дейді. Мысалға, қандай жарнама? Кез келген таңдай саламын. Жарнама бұл жарнама жасайтындардың категориясы, яғни маған қажетті бұл жарнама емес, өйткені бұл менің конкуренттерімнің десек те болады жаңағы номерлері, базалары. Маған қажетті бизнес, яғни мына жердегі барлық базалар сәйкес келеді десек те болады. Сол сияқты сіздер де кез келген өзіңізге қажетті аудиторияны таңдап, соның ішінен, мысалға, медицинский, мебель дейді, мысалға, мебель жасайтындар деген сияқты, мысалға, мынау мебельная фурнитура, ткани деген сияқты. Осылай таңдаймын, галочканы белгілеймін, көп созбай-ақ қойайын. Енді қараңыздар, мына оң жағымызда бізге бір қала, және де 4 категория таңдалды деп шығып тұр. Егер мына жерден тағы біреу басатын болсам, 5-еу. Енді қараңыздар, мен 5 түрлі категорияны таңдадым, сосын форманы жинаймын. Маған есептеп шығарып береді. Бұл жерде 431 компания бар екен. Оның 11-і емейлмен, 431-і жаңағыдай телефонымен екен. Енді мен бұны өзіме жүктеу үшін өзімнің ең бірінші телефон номерімді жазамын, және де өзімізге қажетті жүктеп алатын почтамды жазамын. Create paymentқа өтемін, яғни бұл жерде төлем жасауға өтемін. Жаңағыдай номерді алу үшін ең бірінші мен ақысын төлеу керекпін. Ол үшін банковский картаны тіркеймін. Бұл жерге 16 номерлік
карточка номерін жазатын боламын. Мына жерге қазір жазбаймын, өйткені менің қазіргі алатын мақсатым жоқ. Сондықтан сіздерге таныстыра кетейін. Толығырақ 50 рубль төлейді екенсіз. 50 рубль дегеніміз 6-ға көбейтсек 300 теңге бар болғаны, ал сіз құнды өзіңізге қажетті телефон базаларын жинайсыз. Енді сол жерде номер картасын тересіз. Ай, жыл және де артындағы CVC кодты 3 номерді тересіз де продолжить дегенді басасыз. Болды. Содан кейін сіздің почтаңызға жаңағы база келетін болады. Ендеше сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Алдағы осы сайт арқылы өзіңізге қажетті аудиторияны таңдап, өзіңізге қажетті аудиторияға керемет текст жазып, сатылым алып келетін, пайда алып келетін, табыс алып келетін текст жазу арқылы өзіңізге клиент алыңыздар. Барлығыңызға сәттілік.